Шабуыл шебінде екі футболшы Айбар Буриев және Наурыз Мейрамхан. Міне осы екі ойыншының ойынына көп нәрсе байланысты. Ал 86, бірақ сол 0.86 мен ақ 3 гол соғып тастады. Қазір қақпа маңына қарай пас әдемі шықты және Құсайынов допқа жете сала жақсы сытылып өтті. Екі ойыншыдан өтіп бара жатыр, пас керек. Міне осы жерде бір өтті, екі өтті. Және ауырсынатындай да бар. Бұл жерде Алтайдың екі футболшысы қыспақ қалған болатын. Бірі итерді, екіншісі Даниал Ларионовқа келіп соқты. Әлде болса Қарбалас қақпаға соққы бағытталды. Тамаша мүмкіндік. Командасы осы Б дивизионының 17-ші турында өз алаңында Елімайды ойсырата жеңген болатын. Қазір жақсы шабуыл пайдаланылмай қалды. Міне керемет ақ сәт еді. Қақпашыны алдап жіберуге де болар еді. Буриев міне жақсы мүмкін. Осы 25 минуттың ішінде жеңістің гол соғуға мүмкіндіктері әлде қайда жақсы болып жатыр. Көбінде осы Айбар Буриев өте белсенді. Жеңіс сапындағы көшбасшы футболшылар. Қиындау болмақ. Қазір жеңіс шабуылда Буриевке пас, тағы үшінші қауіпті соққы. Екеуінде Алтай қақпашысы Рустам Ғабдурахманов командасын құтқарып қалды. Тамаша жасалған комбинация және тамаша комбинация жүлдеге қол жеткізді. Ертіс қола жүлдегер атанды. Қазір өте қауіп мүмкін болған жоқ. Добәлде болса Алтайда және қақпаға соққы. Биіктеріне тоқталар болсақ, турнирдің үздік сұрмергені қайрат шабуылшысы Милена Николенко болды. Үздік ассистент сол қайраттық және Махаш 22 пас шығарып берген. Және алдыңғы шепке жақсы пас және жеңіс алға шығатын тамаша мүмкін. Бұл қағидасы бар. Міне Алтайда мүмкіндік, соққы! Доппағана кешірді бұл жолы. Оң аяқпен ыңғайлап алып соққы жасаған еді. Бағананың шеткі жағына барып доппы тиді де алаңнан шығып кетті. Бұл жеңістің гол соғатын тамаша мүмкіндігі. Бүкіл қорғаушыларды асыра салып пас берген еді. Бірақ Темірхан жүсі. Неше түрлі матч болады, бірнеше ойын. Қазір міне бұл бір кем дегенде 4 гол көретін матч. Дәл қазір 4 гол соғылуы қажет еді. 3-1 есебімен шамамен жеңіп жатыр. Темірхан қақпа маңына қарай әуелеткен еді. Міне жеңістің мүмкіндігі, бірақ Буриевтің қолына тиіп кетті доп. Біреулер дуалап тастағандай кірер емес. Артан кейін үзіліске кететін шығар. Қақпаға қарай гол! 46-шы минут, жеңіс. Соңғы секундтарда есеп ашты. Тайм бойы команданы құтқарған, талай сейв жасаған Рустам Ғабдурахманов бұл жолы көмектесе алған жоқ. Сырым Ербол пас беруге болады. Екі ойыншыдан өтті. Соққа! Сәтсіз шықты. Наурын көре алмады. Өкінішке қарай доптан ақыры айырылып қалған. Енді шабуылда жеңіс, футболшылар алға тамаша пас шықты. Наурыз доп қақпаға енді Наурыз Мейрамхан. Есеп 2-0 жеңіс. Осылайша матчтың 54-ші минутында ойындағы екінші голын соқты. Осы екінші таймның 10 минутында Наурыз әбден көзге түсіп үлгерді. Екі рет ойын тәртібін бұзды, сары қағаз алды және голда соқты. Доп қақпадан қиыс кетіп бара жатқандай көрінген еді. Өте керемет соққы. Нағыз шеберлікпен соғылған гол болды бұл. Алыстан соққы бағытталды. Алтайдың тізгінін ұстап жүр. Алтай жүйесінің чемпионы. Жеңіс құрамында жүріп чемпион атанған. 2 рет Қазақстан кубогын иеленді Павел Евтеев. 94-ші жылы Востокпен Қазақстанның бірінші лигасында топ жарған алыстан соққы. Алтары екеуінде де Востокпен бірінші лиганың күміс жүлдесін иеленді. Яғни Павел жеңістің қазір 5-ші матчы. Қызылжар КФФ-дан 1 гол жіберіп алды. Қазір тамаша мүмкіндік және қақпаның
Маңдайшасы құтқарып қалды. Қақпа маңына қарай. Қақпаға соққы бағытталды, бірақ Жеңіс оң қанат арқылы шабуылда. Жерлете пас берген болатын. Және қақпаға соққы жасауға болады. Тамаша комбинация! Есеп 3-0. Жеңіс тағы бір гол соқты, сөйтіп маусымда керемет жеңіспен аяқтап жатыр. Соңғы шабуыл, соңғы секундтар.